ақшалай мақсатыңызды анықтағаннан кейін сіз сол ақшаны қайда жұмсайтыныңызды міндетті түрде жазуды үйреніңіз. Себебі самолет орны белгісіз болса қона алмайтыны сияқты, ақша да қайда жұмсалатынын білмесе, ол ақша сізге келе алмайды. Сондықтан да әр айда сіз алдын ала қанша ақша қажет етесіз және оны қайда жұмсайсыз деген сұрақтарға толықтай жауап беретін болсаңыз, ол ақша міндетті түрде сізге келетін болады. Және күнделікті визуализация жасап, сіз сол ақшаны алып тұрғандай Б нүктесінде ризашылық сезімде болып, визуализация орындауыңыз керексіздер. Ақша жайлы басқа да техникаларды алғыңыз келсе, маған тіркеліп, қаржы актуальныйындағы техникаларды ал.